кезінде ғалымдардан келіп сұрайды, осындай кеңес береді екен да. Мен таң намазын ұйықтап қалып жатырмын, не істеймін деп. Мен будильникті бәрін қоям, керемет қылып. Бірақ таң намазын ұйықтап қала беремін дейді. Сөйтсе әлгі кісі жауап берді, бір ғалым кісі. Сен күнәңді азайтсай деп. Өйткені таң намазын қаза қылудың бірден бір себебі күнә жасау адамды. Күнә жасау. Егер адам күнәдан аулақ болатын болса, сіз түнде 3-те ұйықтап, таң намаз 4-те кіретін болса тұрасыз. Бірақ сіз бойыңызда күнә көп болатын болса, сіз түнде 10-да жатсаңыз да, таң намаз 6-та кірсе де ұйықтап қалыңыз. Не ғайбыл сіздің? Ұйықтап қаласыз. Өйткені таң намазың сауабы ол Алла Тағала таңдаулы құлдарына беретін сауап та ол. Барлық құлдарына мә деп шашып беретін сауап емес ол. Таңдаулы құлдарына беретін сауап. Ал енді сондай таңдаулы құлдарына күнә жасайтын болса, әрине ол сауаптан алыс қалатын нәрсе.